Армысыздар. Ұлттық арнада айту оңай бағдарламасы бүгінгі хабарымыз өз өмірін тәуекелге байлай отырып, жарық дүниеге бала келген қайсар аналар туралы болмақ. Біз ерлік, батырлық, жанкештілік деп екі нәрсенің бірін атай береміз. Кейде біз әр жылы туылған баланың саны туралы ақпаратты мән бермей оқи саламыз. Сол бала санының артында қанша адамның тағдыры, қанша тағдырдың жанкештілігі тұрғанын білеміз бе? Бүгінгі кейіпкерлеріміздің өмірі бізге осы жайлы сыр шертеді. Алғашқы кейіпкеріміз жайлы сюжет көрейік. Экранға жер салыңыздар. Ана үйдің берекесі. Әрбір адам жарық дүниедегі ең жақын жанашыры да ана. Осындай қамқор аналарымыздың бірі Рысбүбі Рүстембек қызы. 60-тың асқарынан асқан апамыз Жамбыл облысы Меркі ауданы Тати ауылында дүние келген. Ол жұбайы Ескермес Кенжебек ұлына 18-інде тұрмысқа шығыпты. 1968 жылы жаңадан ғана барғам Жамбыл облысына. Жұмысқа орналастым облысқа. Июнь айында Меркі ауданының Татия совхозында командировкада болдым. Анау главный агрономы жолдас жігіт, коллега бір жағынан. Соған айттым ғой, ауылдарыңда қала көрмеген қыз бар ма дедім. Бірақ әкесі болсын. Қазақтың атауымыздан қалған сөздер көп айналайын. Соның ішіндегі тағдыр, бұйрық деген соның мағынасына мынау есейген сайын, бала шағалы болған сайын соған түсіне бастайды екенсің. Ол енді ғана бақытын тауып, балалы болам ба деген шағында кенет қатты сырқаттанып ауруханаға түскен. Ол кезде небәрі 19 жаста болатын. Аяғымда жан бар, сол аяғымда. Міне 47 жыл болды, мынау аяқта жан жоқ, қимылдамайды. Екі саусағым кесілді. Аяқ киім ауыстырған кезде жан жоқ білмейді ғой. Маған босанба деген. Босанба, бала босануға болмайды, мынау тамыр жалғанған, внутренний кровоизлияние болып кетеді деген. Соны мен Құдайдың не қылғаны шығар, осы балдақта жүріп ботамды, жанарымды балдақта жүріп босандым. Ал ана балаларымды таяқпенен жүріп 5 бала босандым, 6 босандым, біреуі қайтыс болды. Осылайша талай қиындықты басынан өткерген жас ана тынбай еңбек етті. Дәрігерлердің бала көтеруге болмайды дегеніне қарамастан 6 баланы өмірге әкеліп, қазір 7 немеренің әжесі. Қарт ана бүгінде шаңырағының төрінде, немерелерінің ортасында. Ананың бақыты мен махаббаты оның болмысы мен қасында жүрген құлындары. Міне осындай батыр аналарымыз бар. Рысбүбі анамыз айту оңайдың бүгінгі қонағы. Қарсы алайық, қошеметпен. Келіңіз. Сәлеметсіз. Немере ме? Немере. Кезінде балдақ ұстағам дейсіз бе? 69 жылы сол дәрігерлердің қателігінен аяғым күйіп, жансыз қалды. Содан балдақпенен... Қанша уақыт жүрдіңіз? Балдақпенен 1-2 жылдай жүрдім. Одан кейін таяқпенен жүрдім. Қанша уақыт? Таяқпенен 3 жылдай жүрдім. Сізге дәрігерлер сол кездің өзінде ескерткен, иә? Денсаулығыңды ойла, бала тууға болмайды деп. Өмірге келгеннен кейін ұрпақ қалдыруым керек қой. Егер мен өліп кетсем де артымда із қалсын, балам қалсын деп. Соған мына жаратушы иемнің көзі түзу болды ма, 6 босандым. Барған сайын врачтар ұрсады. Барған сайын ұрсады? Тағы да сен кеп тұрсың ба деп, мына жақтан ұрсады. Оны ешқайсысын тыңдамай, сол бір Құдайдың құдіреті маған бір күш берді деп ойлаймын. Сөйтіп 6 өмірге келтірдім. Қиын болған жоқ па? Дені сау қыз келіншектердің өзіне оңай емес қой өмірі? Қиын болды, қиналдым енді. Қазір мен қанша қиналсам да, сол балаларымның арқасында, ортасында ойнап күліп жолдасымыз екеуміз өмір сүріп. Егер сол уақытта мен босанбай бір жанымды ойлап қалсам, осы уақытқа дейін тірі өмір сүретін едім. Бірақ қазір мен қайғыға батуым мүмкін еді. Неге менің ұрпағым жоқ деп. Сол үшін біз қазақты өзімізге тән мінез ғой, біздің байлығымыз баламыз. Сол балалар үшін өмір сүреміз. Соған өзім сол кісілерді тыңдамай қазір босанғаныма сондай қатты қуанамын. Қазіргі мына жастарда қиыншылыққа төзбей
өмірде небір жағдайлар болып жатыр ғой. Енді қыз балаларға, келіндеріме арнап айтам, олар ойлану керек. Көздерін жәудіретіп, қалайша оны апарып тастап кетеді. Неге біздің мына балалар үйі толып жатыр? Ондай болмау керек. Мен бір естідім, қаншалықты рас екен. Сол сіз бір ауруханаға барған кезде өлді деп, анау мәйітханаға апарып тастапты ғой, рас па? Иә, мен өзім де білмеймін. Сағат 9-да операция жасады. Сонда жаңа бала, ішімдегі бала операциядан өліп кеткен ғой. Ертесіне сағат 12-де баланы енді операциямен аламыз, мына бала өліп кеткен деп алып бара жатқанда операцияға баланың өзі түсіп қалды. 12-сі күні түсті. Содан кейін олар, мына 10 октябрь күні тамырым үзіліп кеткен, мені жеке палатаға жасырын жатқызды, басқа ешқайда олар жібермеді. Сонда бір түш көріп қалып едім, мен жан жоқ аяғымда білмеген ғой. Бір уақытта жаман болып бара жатқаннан кейін стакан тақылдатайын десем, стакан түсіп кетті. Одан кейін мен есімді білмеймін, реанимацияға апарған. Сол жақтан жаңа мені қайтыс болды деп ойлаған ба, моргқа апарып тастаған ғой. Сонда жаурағанымды білем, қатты жаурағанын. Сөйтіп просто бір уақытта сол айқайласам керек, айқайлағанымды білмеймін. Келіп қайтадан алып барған ба, сосын аппаратпен қан құйған. Сонда бір уборщица кісіні жұмыстан шығарды кейін. Сол кісі келіп маған айтты, сені моргқа апарып тастаған. Мен бірақ врачыма айттым, мен қатты жаурадым деп ем. Сен қанды көп жоғалттың, сен содан кейін жаурадың деді. Нешінші балаңыз еді ол? Бірінші бала, тұңғыш бала. Сол ма? Содан кейін соған қарамай босандыңыз ба қалған 5 баланы? Содан кейін 5 баланы. Қандай батыр аналар бар бізде? Әлде үйдегі сол кездегі жігітіңіз ағамыз ба? Босанасың деп тұрып алған. Анам да, ағам да, әкем де барлығы босанба деген. Айтты олар да? Не жолдасым айтты, дом ребенкадан асырап аламыз, сен денсаулығыңа босануға болмайды деді. Күйеуіңіз де сөйтіп айтты ма? Сөйтіп айтты. О кезде жаспыз, бірақ өсе келе еске түссе денем дірілдейді, көзден жас келеді. Ал енді Құдайға шүкір, осы Рысқұлдың жігерлігі, қайсарлығы действительно. Осы кісінің арқасында. Жігіт болды қазір, келінді болып жатырмыз. Сол балалардың қызығын көріп жүрсіздер ғой? Қызығы, мына немерелі болып жатырмыз. Қызыңыз ғой? Қызым ғой менің. Сіз осындай, сізді өмірге осындай анаңыздың осындай ерлікпен алып бергенін білуші ме едіңіз? Иә, әрине. Кішірек кезімдегі әрине осының бәрін көріп өстік. Талай анамның қиналған, талай балтақ ұстағаны бәрі есімде әрине. Бірақ анам ешқашан көз жасын көрсеткен емес, ана жерім ауырды, мына жерім ауырды деп айтқан емес. Соны өзін бір үлкен ақыл деп ойлаймын. Жаңа бізді кішкентай кезімізден жүрегіміз жаралы болып өспесін деп сол мағынада айтылмаған нәрсе деп ойлаймын. Қазір сол қиналған үшін аналарыңызды аялап күтіп отырсыздар ма? Анамды өзім. Қалай бағып отыр балалар? Жақсы. Жақсы бағып отыр ма? Әрине, анамды батырлыққа лайықты деп ойлаймын өзім. Бекнұр Батыр, апаң сенің батыр адам екен ғой? Сен білуші ме едің, саған айтып беді? Аха. Кім айтты? Апа. Апаң өзі айтты ма, батырмын деп? Жоқ. Енді кім айтты? Мен өзім ойлап жатырмын, есімде апаны аяғы қан болса, ауырса, сыр бермейтін, бізді керісінше қуанып қоятын. Сөйтетін бе де? Апаңды жақсы көресің ба өзің? Аха. Қандай адам өзі? Жақсы адам. Жақсы адам ба? Батыр. Батыр. Бүкіл елге мақтануға болатын адам. Солай ғой, осы апаның айтқан тілін алып, атаның айтқан тілін алып, сен де үлкен азамат бол. Жарай ма? Жарайды. Біздің келесі кейіпкеріміз 3-ші топтағы мүгедек. Кішкентай кезінен тауқыметті көп тартқан, әжесінің қолында тәрбиеленген. Ол кісі жайлы алдымен сюжет көрейік. Экран қараңыздар. Бұндай нәрсені адам өз басынан кешпейінше ешкім оны түсіне бермейді деп ойлаймын. Мен өмірден негізінде ерте әке-шешесіз қалдым. Енді ол адамдарға да мен ешқандай күнә тақпаймын. Тағдырдың жазымы солай шығар, Алланың басқа салғаны солай шығар деп ойлаймын. Падиша апай қиындыққа қасқая қарсы тұра білген жан. Дүниеге
бір аяғы кем болып келген ол әке шешенің қамқорлығында көрмеген. Ата-анасы айырылысып кеткендіктен ол нағашыларының қолында тәрбиеленген. Алайда атасы мен апасы да көп ұзамай дүние салып жетім қалды. Отағасы да көп балалы отбасында дүние келген. 10 баланың 5-шісі. Сондықтан Падиша апайдың бала асырап алайық деген ұсынысына қарсылық білдірген жоқ. Керісінше қолдай кетті. Бүгінде олар 8 баланың ата-анасы. Болашақта үлкен үй салып, тағы да бірнеше бала асырап алмақ. Жерді негізі сатып алғанбыз, иә. Фундаментпен қосып түгел осы. 18 жылдан асады. Сол үй салсақ па деп отырмыз, Құдай қаласа енді. Соларды өсіріп, тәрбиелеп, иә. Менің жаңағы нем бар. Әкем жоқ, шешем жоқ. Бірақ менің отаным бар, менің елім бар. Мен жаңағы жетім емеспін. Бәрібір мен өзімді өзім бұл өмірді алып шығам дейді мен. Енді Алланың құдіреті шығар, алып шықтым ғой. Айтуға оңай мұның бәрі. Ал Падиша ханым ол шын мәнінде батыр ана. Өзін ортаға шақырайық, қошемет көрсетіңіздер. Падиша Бекешева, келіңіз, қош келдіңіз. Келіңіз. Қол соқпай отырсыңдар ғой. Келіңіз жаққа төметіңіз. Сол аяқ па? Оң аяқ. Оң аяқ па? Кішкентай кезден? Иә, кішкене кезімнен. Сынықшыға салғызса керек, бірақ жүріп кетіп, қанша салса да сол шығып кете берген екен, содан нәтижесі болмады. Ошым 6-шы классымда Алматтан Атырауға, жаңағы мен тұратын ауылға, Штаған деген селоға врачтар келіп, тексеріп, сол мені направление беріп, сол кезде жаңағы әжем айтты, айналайын балам, сен қайтсең де емделуің керек, менің көзім жұмылады ертең, қайтсең де емдел, сен өсуің керек, сен артымызда қалған тұяқсың ғой деді. Сөйтіп сол кісі малын сатып, түйесін сатып, сиырын сатып, әйтеуір есімде мені бір көрші көлемге осы Алматыға аттандырған. Балам, біз өмірден кетеміз, бірақ сен жаңағы өмір сүру үшін тырыс деген. Содан өмір бақи тырысып келе жатсыз. Өмір бақи осы аяқпен алысып келе жатсыз. Көрсетпеген азабы жоқ. Неше жаста күйеуге шықтыңыз? 27-ге қарай шықтым. Жайырақ шықтыңыз ба? Аяқ кішкене біраз. Аяқ кедергі жасады ма? Кедергі жасады. Кейбір жігіттер енді ағаш аяқ деген кездерде болды ғой енді. Шықпай қалам деген ойда болды ма? Болды ғой енді. Болады ғой, кім біледі. Болған шығар жас кезде. Қыз балалар өздерінің тіпті кішкене артықпыз, менің көзім ондай емес, түрім ондай емес деп көрсетеді. Ал аяқ жаңағындай төсек тартып жатсаңыз, ол көрініп тұрады. Апырмай, мен жалғыз қалып қалам ба дегенде кездерім болды. Әр қыз бала жар бақытын, ана бақытын бастан кешкісі келеді ғой. Келеді ғой, әрине. Дәрігерлер сізге ескертті, бала босануға болмайды деп. Айтты ғой. Бала босануға болмайды, бір жамбасыңнан 10 сантиметр қысқа бала қысылып қалады деген әңгіме болды. Болды. Содан олай бола тұрса да енді қалай мен жалғыз өтем өмірден, баласыз бір Алла көмектесер деген ойменен тұрмысқа шығып, балалы болып, содан жаңағы бірінші балада білмеймін, наркоздың несінен бе білмедім ғой, о дүниелік болып кете жаздаппын дейді, бірақ та енді бәрі Алланың қолында ғой. Жаныңыз қалды әйтеуір. Жаным қалды. Ота жасап алды. Алтындай ұлды болдым. Ұлым қазір 29 жаста, Бернард деген семьясы бар. Балалы шағал немере бар ма? Иә, бар. Одан кейін қызым бар. Ол мұғалім, жұбаныш. Оны да сол қиын жағдайда... Иә, онысының өте қиын жағдайдан етпедім, батыр болып қалдым ғой деймін. Біреуден кейін үйреніп қалдыңыз ба? Үйреніп қалған сияқтымын. Иә. Біреуден кейін. Одан кейін де балам бар, 10 жылдан асқаннан кейін Ерғанат деген балам бар, ол спортсмен. Одан кейін қазір мен 54-темін, 4 жасар қызым бар. Енді оны қалай түсінсеңіздер, енді өздеріңіз білесіздер. Одан кейін тағы да 4 қыз асырап алдым. Жетім балалар. Қайдан? В общем, жаңа Қордай жақ
бақыттың тумасы болады, бірақ тағдырлары өте аянышты. 4 қыз 4 жаққа кеткен. Бәрін басын қостыңыз. Бәрінің басын қостым. Мен бірақ та кішкентай, негізі жолдасым қыз балалар жақсы көреді. Енді ол баланың ұл қызы жоқ қой, бірақ та енді қыз қорғансыз ғой дейді. Қыз нәзік дейді. Олдар тек әйтеуір із болып қалады дейміз ғой, әйтпесе әкеге қыз балалар жақын ғой. Сол балалар жайлы сюжет көрейікші, экранға қараймыз. Жаңа балаларыма көбіне айтам, кітаптан іздеңдер, жақсылықты, кітап оқыңдар, ата-ана сыйлаңдар, ел сыйлаңдар, үлкенді сыйлаңдар, үлкеннің алдынан бетіп өтіп кетпеңдер, үлкенді сыйласаңдар, мектептегі мұғалімдерін сыйласаңдар, сендер жаман болмайсыңдар деймін. Сонда мен үлкен өзіме тартқан қызым айтады, анашым, мен сізді ешқашанда тастамаймын деп сөйлейді. Тамирис пен Русалина және Жанерке мен Айшолпан осы отбасында танысты. Әпкелі сіңілдер асырап алғанға дейін өздерінің туыс екендерін де білмепті. Өйткені олар бір-бірінен алшақта, балалар үйінде тәрбиеленген. Падиша апай мен Назыр Ахмет аға құжат машақатының көп болғанына қарамай, балаларды бауырына басты. Бүлдіршіндерді бір шаңырақ астына жинап, мейірімге бөліп отыр. Перзент деген детский домдар сайын екеуміз тұр. Сосын бізді білім бөліміне әкелді. Сосын біз мына қыста қонаққа келдік. 4 күнге. Содан кейін бізді Талдықорғанға кетті. Сосын кейін сояқта болдық. Сосын Бағанашылға келді. Сояқта бір аптадай болдық та, содан кейін бізді анашым алды. Содан кейін біз Жаня мен Жанеркені көріп, олар да біздің сіңіліміз екенін білдік. Бұл отбасы сонымен қатар тағы да 2 бала асырап алды. Бұндағы балалардың барлығы бір үйдің баласындай тату тәтті. Оларды Қарғалы ауылының тұрғындары да жақсы біледі. Көп балалы жанұяның жағдайынан Әсет Бейсеуов атындағы мектеп мұғалімдері де хабардар. Падиша апай қашанда балдардың жағдайын жасайды. Оларға мейіріммен қарайды. Сабағына жауапты қадағалайды. Еш уақытта сабақтан қалып, болмаса бір келеңсіз іс-әрекетке бала бармайды. Мұның бәрі отбасындағы Падиша апай мен Назыр Ахметтің үлкен тәрбиесі деп ойлаймын. Анашым дейді ғой дейме, қыздарыңыз түгел. Олар да, Падиша апайдың қыздары да бүгін айту оңайда қонақта. Ортаға шақырайық, анасының қасына келсін. Келіңдер. Ой, қандай әдемі болып кеткен бәрі. Аналар мерекесіне бір қандайда бір тақпақ, өлең дайындап жүрсіңдер ме? Кім айтады? Мұқағали Мақатаев. Шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірім сұрағанын мен едің ғой. Сондықтан жыламағын. Бармын ғой, түрмін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзінде асылдармын. Таусылып өз-өзінен шашылмағын. Байрағы берекенді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына. Өзің кепіл тот басып тоз басыма. 2 жыр жазсам саған бірін арнап. Шеше деп жазым ылғи сөз басына. О Тәңірім, кешіре көрсін кесірімді. Аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербе-тебер, құбатадан иілген бесігімді. Ой, рахмет. Аналарың сендердің кішкентай кезінде атасы мен әжесіне су тасып, көмектескен екен. Сендерші көмектесіп жүрсіңдер ма өздерің? Иә, сен көмектесіп жүрсің ғой деймін. Қайтып көмектесіп жүрсің? Заттарды шығаруға, киімдерді жинауға. Бәріне көмектесесің. Атың кім сенің? Русалина. Аха, сендер қайтып көмектесесіңдер? Анашыма шай дайындаймын. Шай дайындайды екен ғой. Сенші? Мен жинап, анасына көмектесеміз. Мен анасыма айтам, анасымызге де көмектесіз деймін. Атың кім? Жанерке. Ой, Жанерке, аты қандай әдемі. Осы үйдің қожайыны отыр. Бірінші Алланың арқасы, екінші осы кісінің арқасы ғой енді. Балаларды алып, 2 баланы дүниеге әкелді. Шында да енді кісілер өте қайсағанlar. Сол тәтемізге қарағанда сіздің көңіліңіз бостау деймін кішкене. Кетіндіге қалап кішкене көңіл босап отыр. Көңіл босап отыр ма? Өздеріңіздің жағдайларыңыз қалай былай? Шүкір дейміз енді. Шүкір дейсіз ба?
Бұл ана жүректің кеңдігі, жүректің жылылығы, мейірімділігі толығы ғой. Нағыз батырсыз сізде. Анамызда мақтана. Өлең айтам дей ма? Айта ғой, айта ғой. Үшеу бірдей айта ма? Сіздерге арнап анашым әнін айтамыз. Ой, бәрекелді. Ал тыңдаймыз анашым әнін. Шеттерсем сағынарым, жақсам шағынарым, анашым бір өзінсін табынарым. Анашым шалқап күлсен, алдымда ұзақ жүрсен, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анашым шалқап күлсен, алдымда ұзақ жүрсен, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қазақстан туралы бір несін, елімді жақсы көрем дейді, қазағым дейді. Осы қазаққа деген бір несі жақсы. Айтсын онда. Қасым Аманжолов, туған жер. Шықшы тауға, қарашы кен далаға, мәз боласын ұқсайсың жас балаға. О шетіне, бұ шетіне жүгірсен, шаршайсың ма құмарым бір қанама. Уа дариға, алтын бесік туған жер, қадірінді келсен білмей кеше көр. Жаза алмасем топырағынды тебіренбей, ақым болмай тасым болсам мен егер. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, недей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Мен өзіндей байтақ едім, кен едім, қызығынды көріп еркін келемін. Сенде аямай бердің маған барынды, мен де аямай барым саған беремін. Ой, айналайын, рахмет. Біздің келесі кейіпкеріміз, ол кісі біздің апаларымызға қарағанда жас 30-ға жаңа келді. Бірақ ол кісінің де тағдыры өте ауыр, бірақ ол кісі ешқашан сіздер сияқты мұқалған емес, жабыққан емес, керісінше сол өзін мүсіркеуді жек көреді, аяуды жек көреді. Бір бақытты аналардың бірі Әсел Ақбаева 32 жаста. Туғаннан көзі көрмейді, күйеуінің де көзі көрмейді, бір ұлдары бар. Қазір аман есен. Әсел Ақбаева үшін күнделікті өмірдің өзі күрес. Өйткені оның көзін ашар көреді. Ақ пен қараны, қараңғы мен жарықты ғана айырғанымен адамдардың кескін келбетін нақты көре алмайды. Сөйте тұра ол күнделікті үй тіршілігіндегі жұмыстарды өз жасайды. Баласының сабағына да көп көңіл бөліп, көмектесіп отырады. Отбасының ұйытқысына айналып отырған ана өзін өзгеден кемін деп санамайды. Көзіміз нашар көрсе де қол аяғымыз сау ғой. Қол аяғымыз сау болғанымен көкірегіміз ояу, көп қиыншылықтарға төзе білеміз деп, төзуге үйрендік деп айта аламын. Әсел мен Сәкен отбасын құрғаннан бері талай қиындықтарды бастан өткерді. Отағасы жол апатына ұшырап, өмір мен өлім арасындағы ауыр халге түседі. Сол кезде Әсел жоғарғы оқу орнын тастап, жолдасының жанында күтуші, қасындағы қамқоршысы бола білді. 2007 жылы жүкті болып дүниеге Әділ есімді ұлды әкелді. Көзі мүлдем көрмей қалу қаупі болғандықтан Әсел ота жасау арқылы босанды. Өзіне күтім керек болғанда жолдасы жанынан табылды. Қанша мүгедек болсам да 3 жыл жұмыссыз отырдым. Мінекей енді жұмысты да таптым. Құдай шүкір, семьямызбен аузымыздың арқасында көтеріп алатын сияқтымыз үйді де. Қазақ Соқырлар қоғамдық бірлестігі 2 жыл бұрын отбасына үй берді. Пәтер құрылысы толық аяқталмаған. Тағдыр сан мәрте сынға алған жанұя мүгедекпін деп қарап отырған жоқ. Үй алғанына шүкіршілік етіп, өз күштерімен құрылыс жұмыстарын аяқтауда. Әсел Ақбаева бүгін бізде қонақта, ұлы Әділмен бірге қарсы аламыз.
Кел, көрмесіңіздер, кел. Ақыр бер қарай кішкене берірек. Аха, мына жерден оңға қарай, оңға, үш жерден. Ақыр абайлаңыз, шығамыз. Аха. Кішкене сәл-пәл оңға отырыңыз, сәл-пәл оңға. Аха. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Әділ ғой Батыр, атың? Әділ? Иә. Бірінші сыныпта оқып жүрсің ба? Анаңа көмекшісің ғой? Иә. Ана қыздардың бәрі үй жинайды екен, тағы не қыл дейді, киім заттарын жинайды, чай қояды екен. Сен қандай көмек көрсетесің анаңа? Стол дайындауға көмектесем. Стол дайындайсың, сосын? Бұлай чай қойып бірдеңе бересің ба? Ау, ертіп жүреді. Сіздің жанарыңыз, жетекшіңіз, тірегіңіз үлкен азамат қой? Үлкен азамат деп болады деп ойлаймын. Үлкен азамат деп ойлайсыз ба? Қалай тәрбие беріп жатсыз? Биыл осы бірінші сыныпқа барды. Қалай сабағы? Сабағы өте жақсы. Мен өзім көзім нашар көргеннен кейін, мен жалпы үйдің жанында мұғалім жалдаймын. Үй жұмысын, тапсырмаларын орындататын күнде барып тұрады. Кешкі сағат 7-де Айгүл апайымыз шақырады. Көмектесіп тұрады? Көмектесіп тұрады, үй жұмыстарын бәрін орындап отырады. Негізі сізде Батыр анасы ғой, дәрігерлер сізге ескертті ғой, сізге қиын болады деп, Әділ Батырды дүниеге әкелерден бұрын айтты ғой. Қиын болады деп ескерткен, бірақ енді оған қарамай, мен осы баланы босанып алам деп шештім. Ана болғанға дейінгі өмір мен ана болғаннан кейінгі өмір, ол мүлде екі басқа өмір шығар? Әрине, ол екі өмірдей болып тұрады да, жеке өмірдей. Өз анам негізі жалпы көзі көрмесе де 5 бала тапты. Сол үшін мен өз анамнан үлгі алып. Ол кісілер бар ма? Ол кісілер бар, қазір Тараз қаласында тұрады. Тұңғышыңыз Әділ дүниеге келген кезде мына сұрақ көкеңізде тұрған шығар. Мына дүниені қалай көреді деген сұрақ тұрды ма? Тұрды, әрине, өйткені менің де көзім нашар көреді, жолдасымның да көзі нашар көреді. Менің өзіме анамнан берілген, жолдасыма да анасынан берілген. Құдай енді бізге өстіп көзінде ақау жоқ бала берді. Мына дүниені көру деген бір бақыт шығар, адамдарға. Мысалға, сіз үшін солай емес пе? Әрине, ол үлкен бақыт, бірақ мен өзімді кем санамаймын. Қиын деп мен санағым келмейді. Мен барма тәуба деп отырмын. Барға тәуба? Сіз нағыз Батыр анасыз. Басқаларға да үлгі болатындай дүние, осы Әділ үлкен азамат болсын, жақсы келін алып келсін. Қашан үйленесің, Батыр? Қазір емес, керек емес, кейін бірақ, Кейін, Кейін керек болды деп айтсайшы? Кейін керек болады. Керек болады әрине. Жақсы ертең, жақсы қызға үйленіп, сол анаңды бағып қағасың, солай ма? Үлкен азамат боласың, өскендеген боласың? Көлік айдайым. Көлік айдайсың ба? Қандай көлік? Үлкен бір жақсы керемет, қымбат көлік айдайды шығарсың? BMW. BMW? Ой, ол күшті көлік енді. Мен қонақтарға әтейлеп сөз берместен бұрын осы кейіпкерлерді түгел шығарып алсам дедім. Әрине, мұндай батыр аналар, мұндай батыр әйелдер бізде өте көп. Бірақ біз соларды көрсете алдық па, елге оларды таныстыра алдық па, басқаларға үлгі ете алдық па, ол басқа мәселе. Бұл үш тағдырға да бейжай қарауға болмайды. Бұл үш тағдырдың иесі де, осы аналардың әрқайсысы да нағыз. Біреуі мейлі 5 бала тапсын, мейлі біреуі 6 бала тапсын, мейлі біреуі 1 бала тапсын, бұлардың әрқайсысы сол батыр ана деген атқа лайық. Сіздерге бір қошемет, бір қол соғып қойыңыздар. Енді бұл кісілердің қазіргі уақытта осындай аналардың көрсетіп отырған өте бір орынды хабар деп ойлаймын да. Осындай мағыналы тағдыр кешіп жатқан, ағысқа қарсы жүзіп жатқан кішкентай адамдардың үлкен ерліктерін көрсету керек біз деп ойлаймын. Бұл деген жастарға өте үлкен үлгі,
жаңа Бауыржан Момышұлы атамыздың айтатыны бар ғой, бесік жырын айта алмайтын келіндердің көбеюінен қорқамын деп. Немесе немересіне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің көбеюінен қорқамын деп. Әуезов те айтып отыр, ұлт болам десең, ел болам десең, бесігіңді түзе деп. Аналық парызына, өмірге ұрпақ әкелуге салғырт қарайтын әйел затына, аналарға, қыз балаларға көбірек қаратылып айтылады ғой. Біз өте жақсы жайлы заманда өмір сүріп жатырмыз, ал енді біздің аналарымыз, апаларымыз кезінде қандай күй кешті. Соғыстың кезінде де қанша ұрпақты жеткізді. Менің сымбатым бұзылады деген жоқ. Ал қазір бізде енді мына жаһандану заманы болғаннан кейін ба, жан жақтан, әсіресе мына шетелдік ұғымдар, неше түрлі дүниетанымдар еніп жатыр біздің қоғамға. Өзі үшін өмір сүру деген мына батыстық 40-қа келгенше соқабастар сопайып, жұмыс жасап, өз-өздеріне қарап жүреді, өмірдің қызығын қуып, бала тәрбиесі, ұрпақ тәрбиесі деген осындай нәрселерге өздерін-өздері қимайды. Шынымен де міне, қарапайым тірлік кешіп жатса да, осы еліміздің ертеңіне үлес қосып жатқан аналарды көріп бүгін көңілім толқып отыр. Қарап отырсақ, осынша мүмкіндігі аз адамдардың еліміздің санының, қазақтың, ұлтымыздың санының өсуіне үлес қосып жатқанын көріп отырмыз. Ал кейде соншалық мүмкіндігі бар адамдардың осындай бір тәуекелге барып, осындай ізгілікке, осындай мейірімділікке, мынау балаға деген махаббатқа, сүйіспеншілікке бармай жататыны қызық. Сондай бір қиыншылықпен ұрпақты дүниеге әкеліп отыр. Бұл енді үлкен мейірім, үлкен махаббат, ұлы жаратылыстың алдында, ұлы жаратушының алдында өтелген үлкен парыз деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге үлкен алғыс, аман болыңыздар. Сіздерден үлгі алсын, жас ұрпақ өсіп келе жатыр. Әр жанұяда сондай мейірімді, ізгі жүректер соғып тұрса деп ойлаймын. Рахмет. Аяз Әшімқызы дәрігер. Жалпы шын мәнінде дәрігерлер енді олардың парызы, міндеті адамның денсаулығында ақау болса, ең бастысы өмірге ұрпақ емес, ананың денсаулығын сақтау керек дейді. Сол үшін күреседі. Солай емес пе? Бүгінгі кейіпкерлеріміздің жанкештілік деп, ерлік деп айтар ма едіңіз, жоқ, бұл кісілердің бір көзсіз батырлық деп айтар ма едіңіз? Шетелде мысалы әр адам өз денсаушылығына өз жауап береді. Ал бізде дәрігер жауап береді. Сондықтан мына кісіге айтқаны дәрігердікі дұрыс. Сіз туға болмайды, бірінші өзіңіздің денсаулығыңыз керек дегені. Бірақ енді дәрігерлердің арқасында тірі қалған екен. Сіздің өмірлік тәжірибеңізде болды ма осындай жайттар? Енді бұл жағдайда бұл кісілердікі абсолютті противопоказание дейді, ондай жоқ. Әйелдер ағзалары түзу болғандықтан кейінгі балаларды жақсы туған. Қиын болса да жаңағы туып бала өсіргені ол өзінің жеке өмірі. Бір рет, екі рет туыңыз. Өзіңіз ішінде өмір сүріңіз. Мысалы, өзі мүгедек жан, оған күтім керек. Ал мүгедек жан өзіне де күтім керек, оның туған балаларына да күтім керек. Ол эгоистік жағдай. Күтім жасаған адамдардың да жеке өмірі бар емес пе? Оны да ойлау керек еді. Бұл кісі енді күйеуі өте... Үшеуінің де күйеуі өте жақсы адам болып тұрды. Біз оны бір бөлек күйеулер, мықты ер азаматтар туралы хабар жасауымыз керек те, олар туралы. Мысалы, басқа күйеулер, басқа еркектер, оған әйелдің күтімі керек. Ол еркектің кірін жуу керек, тамағын істеу керек. Бұлардың жолдастары оның бәрінен бас тартып, баласын бағып, өзін бағыпты. Бұл енді... Жоқ, бұл кісілер күйеуді өздері баққан. Күйеуді өздеріңіз бақтыңыздар ғой? Бірге жұмыс істедік қой, жұмыс істедік. Жұмыс істеді, бірге жұмыс істеген, бірге баққан, бәрін бірге істейді. Бұл кісілердің бір жақсы жері, күйеулері де сондай адамдар, бәрі бірге істейді, бірге де өте дұрыс айтып отыр. Нұрболат Абдуллин жас әнші айтары бар. Ағапаларымыздың осындай қиыншылықтан аман есен осындай шығып немерелерінің балаларының қызығын көріп отырғаны бізге көз қуаныш деп білем. Мен риза болып отырмын. Анашым сағынып кеттім. Анашым сағынып кеттің ба? Бүгін бірден хабарласасың ба? Күнделікті таңға тұрған сайын мен әке-шешеме хабарласып тұрам. Бірақ енді тұтқаны қойғаннан кейін қайтадан сағынып тұрасың, бала жүрек қой. Кейде апталап о кісілердің хабарын білмейтін, телефон шалмайтын, сөйлеспейтін кездер болады. Негізі біздікі дұрыс емес, солай ма? Әдетте күн құрғатпай хабарласып, қалдарын біліп, бір ауыз жылы сөзімізді айтып тұру керек қой. Осы аналарымыздың құрметіне өзімнің бір мейрамдарыңызға қарсы сый сияпатым бар. Осындай бір гүлдей қорбыр жүре беріңіздер.
әр баланың өмірге келуі анасының жеңісі. Ол аналарымыздың өмір үшін, ұрпақ үшін, бақыт үшін күресі. Сәбиінің күлкісі, балдай тәтті қылығы, бұлдырлаған тілі, ержетіп азамат болуы, елге қызмет етуі, ол ана үшін өз өмірінен де қымбат дүниелер. Баласының алғаш күлгені, тұңғыш рет тәй-тәй басып жүргені ананың мәңгі жадында. Ал сіздің анаңызды соңғы рет қуантқан сәтіңіз есіңізде ме? Айтуға оңай. Кім білген бақыттың бағасы, бостайды алдайды тірлік шын. Аулыңды мың аңсап келсең де, алдыңнан анаңдай кім күтсін. Аулыңды мың аңсап келсең де, алдыңнан анаңдай кім күтсін. Шын бақыт ата-анаң барында, өмірден сол менің ұққаным. Аялы анашым сен менің, есімнен бір сәтке шықпадың. Аяулы анашым сен менің, есімнен бір сәтке шықпадың. Айналдым, айналдым, айналдым деген сөзіңді сағынамын. Мейірімді таба алмай мен мөлдіреген көзіңді сағынамын. Сәбиге айналып бала жүрегім өзіңе ошады. Қайдасың, қайдасың оттай анамның қошағы. Қайдасың, қайдасың оттай анамның қошағы. Анашым өзіңнің арқаңда, бағымның жайқалып өскені. Сен бізге разы бол жанана, болса егер қателік кеш мені. Сен бізге разы бол жанана, болса егер қателік кеш мені. Барыңда құрметте ананы, бәріміз өтеміз жалғаннан. Не пайда жоғалтып бір күні, жаулығын иіскеп қалғаннан. Не пайда жоғалтып бір күні, жаулығын иіскеп қалғаннан. Айналдым, айналдым, айналдым деген сөзіңді сағынамын. Мейірімді таба алмай мен мөлдіреген көзіңді сағынамын. Сәбиге айналып бала жүрегім өзіңе ошады. Қайдасың, қайдасың оттай анамның қошағы. Қайдасың, қайдасың оттай анамның қошағы. Қайдасың, қайдасың оттай анамның қошағы.